Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді вупи пайдың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен шоколадымыз бен сары майымызды водяной баняда жақсылап араластырып тұрып ертіп аламыз. Шоколадымыз суығанша жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап аппақ болғанша месерлейміз. Массамыз ағарғанда үстіне суыған шоколадымызды құйып жақсылап месерлейміз. Міндетті түрде ұнымызды, қопсытқышымызды және какаоымызды електен өткізіп саламыз. Сол кезде корждарымыз әдемі болып піседі. Асықпай осылай миксерлеп аламыз барлығын. Дөңгелек форманың ортасына осылай пергамент қағазын салып, қайырып, шеттерін дөңгелек форма жасаймыз. Немесе карандашпен сызып алсаңыздар болады. Қамырларымызды теңдей төртке бөлеміз. Көз мөлшермен тегістейміз де қызып тұрған 190 градуста 5-7 минуттан пісіріп аламыз. Піскен корждарымызды осылай шеттерін тегістеп кесіп қоямыз. Творожный сырға сахарный пудра қосып және 100 грамм сливкимізді өлшеп құямыз да бір миксерлеп аламыз. Енді қалған сливкимізді өлшеп құямыз да тағы да миксерлейміз. Креміміз дайын болған кезде кондитер қапшығына арнайы вупи пайдың 807 насадкасын салып, ішіне кремімізді саламыз. Ұшын біраз қиямыз да подложкамызға крем жағамыз. Корждарымыз жылжып кетпеу үшін ол ұстап тұрады. Енді арнайы вупидің шариктарын жасап шығамыз. Асықпай әдемілеп жасаймыз. Сонда тортымызды әдемі көрінеді. Ортасына крем жағып, келесі корждарымызды қойып, бүкіл тортымызды осылай жинаймыз. Кейін менің арнамда керемет оңай пирогтарын түрлері шығады. Соларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп алыңыз және қоңыршауға басып қойыңыз. Ең алғашқы болып сіз көресіз. Төртінші коржымызды қоямыз. Енді ганаш дайындаймыз. Ганашымызға шоколадымыз бен сары майымызды немесе сливки құйып ертіп алсаңыздар да болады. Осылай асықпай әдемілеп құйып шығамыз. Торттарымыз қатпай тұрған кезде шоколадымыз үстіне осылай печенье немесе шоколадтарды қойып әсемдесеңіздер болады. Тортты әсемдеу енді өз фантазияларыңызға байланысты. Кез келген нәрсені қойсаңыздар болады. Қыздар, менің арнамда алдағы уақытта керемет рецепттер шығады. Соны жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңыршаны басып қойды ұмытпаңыз.